Ресей, Калуга облысы, Боровинскс. Бикеш Мария соборы. Кірпіш ғимарат күмбез астындағы негізгі көлемнен тұрады. Бұл бөлік бүйірлік жол деп аталады. Бұл дөңгелектелген құрбандық үстелі. Ғибадатхана екі қабаттан тұрады. Бұл төменгі қабат. Бұл жоғарғы қабат. Бұл не? Қабырғадағы біртүрлі тауашалар. Терезеден үлкен. Бірінші қабаттың арка және есігі. Сондай-ақ жоғарғы жағында арка бар. Терезенің ашылуынан айтарлықтай үлкенірек. Бұл жерде есік болған деп болжауға болады. Ғибадатхананың екінші жағынан қарайық. Міне төменгі қабаттың есігі. Екінші қабат деңгейінде рельефті безендіру қалады. Көлемі терезеден айтарлықтай үлкен. Мұнда да есік болды. Біз ғибадатхананың ішінде екінші қабаттамыз. Бұл шіркеудің күмбезі. Бұл құрбандық үстеліне апаратын жолдар. Мұнда есік болды. Терезелердің арасында. Міне, еден төселген арқалықтар үшін тесіктер. Бұл деңгейде еден болды. Арғы жағында терезе жоқ. Онда шіркеу капелласы бар. Мұнда есік болды. Міне кірпіштердің арасындағы тігіс. Оң жақта қабырға, сол жақта жабылған есік бар. Кірпіштердің арасында тігіс бар. Міне сол тігіс. Сол және оң жақтағы кірпіш қатарлары биіктікте сәйкес келмейді. Ішке қарай кеңейетін есік бар еді. Сыртынан қарағанда арка онша кең емес. Қарама қарсы қабырғамен салыстырайық. Бұл жабылған өткелдің шекарасы. Кірпіш арасындағы тігіс анық көрінеді. Олар есікті жауып тастады. Бұл жабылған есіктің өлшемі сыртқы аркамен бірдей. Сырттағы және ішкі доғаның ені бірдей. Неліктен есіктерді бір-бірінен жоғары қою керек? Бұл ыңғайсыз. Баспалдақтардың қай жерде болғаны белгісіз. Екінші қабатқа апаратын баспалдақ бірінші қабатқа кіруді жауып тастайды. Неліктен есіктерді жасап, сосын кірпішпен қаптайды.